Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен балалық шақтың дәмімен бөліскім кеп тұр. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Бұрын дәл осылай жасай алмайтынмын. Көбіне дәл нан сияқты болып қалатын, кішкене қаттырақ, және де ішіндегі кішкене пузырькилар бар. Онша емес болып қалатын, ал бұл рецептпен міндетті түрде жасап көріңіз, керемет болып шығады, дәл дүкендегідей. Ал енді барлық ингредиенттерді жылытып құямыз. Су, сүт, сары май барлығы жылы болуы тиіс. Одан кейін барып тұзымызды, қантымызды және де қамыр ашытқымызды салып, жақсылап дәл осылай қозғаймыз. Кішкене еруі тиіс, қант, тұз барлығы. Алдын ала ұнды електен өткізіп қойған болатынмын. Міндетті түрде ұнды електен өткізіңіздер, сонда қамыр жақсы көтерілетін болады, ойдағыдай болып шығады. Ұнды мен 3 бөлікке бөліп салдым. Бір араластырып аламыз осылай, одан кейін тағы да жартысын саламыз. Осылай сала отырып, жақсылап, өте жұмсақ, қолға жабысатындай қамыр илейтін боламыз. Міне осындай қамыр болады, өте жұмсақ, қолға жабысады. Бетін салафанмен, кез келген нәрсенің көмегімен жауып, жылы жерге қоямыз. Қамыр менде жарты сағаттың ішінде осылай өте жақсы көтерілді. Бір рет мен басқан болатынмын. 1 сағаттың ішінде осындай болып тұруы тиіс қамырларыңыз. Қамырларыңыз жаурап қалмай, жылы жерде тұрса жеткілікті. Коврикқа барлық қамырды бірденнен түсіріп аламыз. Ұнның көмегі қажет бұл кезде, себебі қолға өте жабысқақ. Осылай кішкене домалатып аламыз. Бөлгенге оңай болады. 12 бөлікке бөлдім мен. Қамырдың барлығын шар тәріздес етіп, жақсылап домалақтап бір шетке қоя береміз. Міне, дәл осылай. Қамырды бірденен жая береміз, ұн сеуіп, қатты басып жібермеңіздер, жай жаямыз, себебі қамырды қатты басып тастамаңыздар. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес етіп жаямыз, себебі тағы да көтеріледі бұл қамыр. Ортасы жабысып қалмас үшін кішкене сұйық майды тамызып, осылай істесеңіздер болады, өте тез ашылатын болады, жабыспай. Міне осындай қалыңдықта, осындай көлемде болады. Противенге пергамент немесе тефлоновый коврик төсеп, осылай бетін жауып, 1 сағаттай қойып қоямыз. 1 сағатқа дейінгі уақытта. Менде 40 минуттай өтті, міне жақсы көтеріліп шыққан байқасаңыздар. Бетіне осы бір жұмыртқаның сарысына 1 ас қасық сүтті қосып, жақсылап араластырып, бетіне жағатын боламыз. Неге белогын қоспайды деп ойласаңыздар, неге оның орнына сүт бәрібір емес пе деп ойласаңыздар, белокпен қосылып араластырылып жаққан жұмыртқа ала-ала болып қалады, қып-қызыл болып піспейді, сондықтан да сүтпен және де сарыуызды осылай араластырып жаққан дұрыс. Және де осы кезде пештеріңіз 180 градуста 10 минут бұрын қызып тұрсын. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минуттың ішінде беті әдемі қызарғанша пісіріп аламыз. Менде 12 дана шықты. Егер де менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде мені жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыз. Және де қазақша каналды, қазақша контентті қолдау мақсатында өзіңіздің пікіріңізді қалдырып видеолардың астына, және де ұнаған видеоңызға лайк баса отырыңыз. Міне, менде қып-қызыл болып біркелкі болып шықты. Беттері жұмсақ, кішкене суып тұрды. Бірденен алып жатырмын. Ортасын ашып көрсетейін сіздерге. Сәл араларын алшақтата берсеңіздер болады, себебі өте жақсы көтерілетін қамыр болғандықтан. Міне, май жаққан себебі осылай тез ашылады ортасы. Енді кремімізді дайындайтын боламыз. Ең бірінші бетіне крошкасын себу үшін осы 1 данасын түгелдей үгітіп аламыз. 1 данасы менде барлығына жетті. Измельчительдің көмегімен немесе қолдарыңызбен әйтеуір үгітсеңіздер болды. Міне осындай болып шығуы тиіс. Бұны бір шетке қойып қоямыз, енді кремін дайындаймыз. Кремінде менде еріп тұрған бөлме температурасындағы сары май жақсылап миксерлеп аламыз ағарғанша. 82-де 5% болса өте керемет болады. Сондықтан проценті жоғары, өте сапалы майды пайдаланыңыздар.
бір 2 минуттай осылай жақсылап миксерлесеңіздер жеткілікті. Енді сгущенканы құямыз. Мен Три желанияның сгущенкасын пайдаландым. Сапалы, өте қою, жақсы сгущенка пайдаланыңыздар. Енді екеуі жақсылап бірігіп кеткенше жақсылап миксерлейтін боламыз. Миксердің жай жылдамдығынан бастап жаймен қосып отырамыз. Бір 2 минуттай араластырсаңыздар жеткілікті. Дайын болды креміміз. Кішкене бұдан да қою болса өте жақсы. Осылай ортасына жағамыз. Және де кішкене бортигіне де жағамыз бет жағына. Себебі крошкаларды жабыстыратын боламыз. Дәл осылай жағып шықсаңыздар. Қатты құйып қажеті жоқ бет жағына. Дайын тұрған крошкаға осылай малып шығамыз. Міне, дайын болды. Өте әдемі көрініп тұр. Осылай қалғандарының барлығын осылай жасап шығамыз. Крошканың жанына жаңғақ қоссаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңызша. Міне, барлығы дайын болды. Балалық кездің дәмі өте керемет болып шыққан. Үйлеріңізде жасап көріңіздер, балаларыңызды қуантыңыздар. Бірденен жей беруге болады. Міне, сіздерге үзіп, бірденен ортасын көрсетіп жатырмын. Кремін кішкене өздеріңіздің қалауларыңызша қалыңдатып құйсаңыздар да болады. Дәмі енді сөзбен айтып жеткізе алмайын. Керемет болған, сөзсіз дәмді болған. Егер де менің рецептімен жасап жатсаңыз, міндетті түрде Instagram каналыма тіркеліп алып, Instagram парақшама сондай белгілеуді ұмытпаңыз. Ас болсын, сау болыңыздар.